Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің жаңа рецепттерімді бірінші болып көріп отыру үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте шағын ғана осындай 1,5-2 килограммдық вупи-пай тортының оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша міндетті түрде вупи-пайды жасап көріңіздер, өте дәмді тәтті болып шығады. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен темный шоколад пен сары майымызды водяной баняда осылай ертіп аламыз. Араластыра отырып ерткендеріңіз дұрыс. Міне осылай ертіп алдық, енді оны суға қоя тұрамыз. Енді сухой ингредиенттеріміздің барлығын араластырып аламыз. Ұнға какаомызды қосамыз, оның үстіне шым-шым тұз қосамыз, және осының үстіне қопсытқышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай сухой ингредиенттерімізді дайындап қоямыз. Міне біздің сухой ингредиентіміз дайын. Келесі жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ағарып, көпіріп, әппақ жақсы бір масса дайын болғанға дейін осылай бір келкі болғанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің массамыз көпіршіктеніп, ағарды. Енді осының үстіне шоколадымызды құйдық. Сосын тағы да барлығын бірге миксерлейміз. Міне бір келкі масса болған кезде сухой ингредиенттерімізді қосып, тағы да осылай миксермен араластыратын боламыз. Қол миксермен ұзағырақ болады, бірақ асықпаңыздар. Бір келкі масса болғанша арасында түйіршіктер қалып қоймасын, жақсылап миксерлеңіздер. Массамыз дайын болған кезде енді біз формамызды дайындаймыз. Мен осылай пергамент қағазды форманың үстіне қойып, екі жағынан қысып, өзіме керекті осындай дөңгелекшелер дайындап аламын. Сіздер қолмен сызсаңыздар да болады, бірақ мынау жан-жағына шығармай жақсылап ұстап тұрады қамырды. Осылай үстіне қамырды құйып, осындай 3 дөңгелекшені жасап аламда. Қамырды бәрін бір келкі етіп жайып, алдын ала қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін барлығын жақсылап суытасыздар. Міне менің пісіп болған корждарым. Міне асты осындай болуға тиісті. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін маскарпоне, творожный сыр, сахарный пудраны ең алдымен үшеуін біріктіріп, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осыларды жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне сливкимізді құямыз да, тағы да миксерлейміз. Бізде қою, әдемі бір келкі крем пайда болу керек. Соған дейін жақсылап миксерлейсіздер. Енді осындай кондитерский мешогымыздың басын қиямызда, арнайы сол вупи-пайға арналған насадкамызды салып аламыз. Осы кондитерский мешоктың ішіне кремімізді салып, вупи-пайымыздың корждарын жинайтын боламыз қазір. Крем өте күшті болып шықты, қоп қою болып. Міне бірінші коржымызды осылай қоямыз. Осылай басамызда свободно жіберіп отырасыздар. Сонда үлкен әдемі болып шығады мынандай шариктарыңыз. Барлығын осылай шариктарды қойып шықтық. Ортасына да тура сондай қылдырып кремімізді жағамызда. Осылай барлығын тегістейміз. Міне көріп отырсыздар. Үстіне қазір осылай тегістеп болғаннан кейін екінші коржымызды қоямыз. Екінші коржымызды қойдық. Қазір тағы да шариктар жасайтын боламыз. Міне свободно жіберіп отырасыздар да, артқа қарай тартып отырасыздар кондитерский мешокты. Міне ортасына да тағы да крем жағып шығамыз. Бір келкі етіп, оны сосын тегістейміз. Осылай крем жағып болғаннан кейін үстіне коржды қоясыздар да, корждың үстіне мен шоколадный ганаш құйдым. Сізде шоколадный ганаштың орнына крем жағып, басқаша етіп, әрлеп әдемілесеңіздер де болады.
Осымен біздің вупипай тортымыз дайын. Торт ерекше тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл өте шағын рецепт. Арасына кететін ингредиенттері де көп емес. Сондықтан міндетті түрде сізде жасап көріп, отбасыңызды қуантыңыз. Және де тапсырысқа да осы рецепт бойынша пісірсеңіздер де болады. Торт сөзсіз тәтті шығады. Ас болсын.